Для приветственного слова приглашается министр здравоохранения и социального развития Республики Казахстан Дюсенова Тамара Касымовна. Жалпы жұмыс орнында әрбір азаматқа еңбек қауіпсіздігін сақтау бұл мемлекеттің басты назарында. Сондықтан да бүгінгі сіздердің алдарыңызда ашқалы отырған көрме сол еңбек қауіпсіздігін жұмыс орындарында сақтау үшін қажетті құрал жабдықтарды көру және соларды біздің өндіріске енгізу болып табылады. Сондықтан да бүгінгі көрменің ең негізгі мақсаты сол. И я думаю, что безопасность охраны рабочего места каждого работника, безопасность новых рабочих мест – это главная задача каждого государства. И сегодня хотелось бы сказать, что правительство совместно с нашими партнерами, работодателями и профсоюзами делает очень большую работу.